Спорт адам өміріндегі маңызды да игілікті іс. Қазақстанда жыл сайын тамыз айының 3 жексенбісінде спорт күні аталып өтеді. 14 тамыз күні Бөрлі ауданы Ақсай қаласында спорт күніне орай спорт денсаулық кепіл атты салтанатты шара өтті. Бүгінде ауданда бұқаралық спортты дамытуға ерекше көңіл бөлініп келеді. Өңірде 174 спорттық құрылым тұрақты жұмыс істеп тұр. Аудан халқының 42%, яғни 24 мыңға жуық тұрғын дене шынықтырумен жүйелі түрде шұғылданады. Ал балалар жасөспірімдер спорт мектебінде 1418 бала шеберлігін шыңдауда. Жыл сайын ауданда 500-ден астам спорттық жарыс ұйымдастырылады. Салтанатты шарада жиналған қауымды Бөрлі ауданының әкімі Еркебұлан Ихсанов құттықтап, сала үздіктерін марапаттады. Спорт саласын дамытуға, бұқаралық спортты насихаттауға және жас спортшыларды қолдау көрсетуге ерекше көңіл бөлінуде. Жыл басынан бері жасөспірімдер, ересектер және ардагерлер арасында өткен Қазақстан чемпионаттарында ауданымыздың 32 спортшысы жеңімпаздар мен жүлдегерлер қатарынан көрінді. Азия чемпионаттары мен әлем кубогы жарыстарында 8 спортшымыз жоғары нәтиже көрсетіп, жеңімпаздар мен жүлдегерлер атанды. Бұл ауданымыздағы спорт мектебінің қалыптасқан дәстүрі мен бапкерлердің қажырлы еңбегінің нәтижесі деп білеміз. Биыл спорт саласында тағы бір айтулы жетістікке куә болдық. Білікті бапкер Қаженов Қасым Маратұлы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы құрметті атағы берілді. Қасым Маратұлы шәкірттері арасында самбодан әлем чемпиондары Көлбай Темірлан, Әлмұхамбетова Гүлдана, әскери самбодан әлем чемпионатының қола жүлдегері Сейсов Әділбек және дзюдодан Қазақстан Республикасының жеңімпазы Ермағанбетова Гаухар бар. Бұл ұстаз еңбегінің айқын жемісі. Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиевтің алғыс хаты. Балалар жасөспірімдер спорт мектебі грек-рим күресінің жаттықтырушысы Нұрлыбек Сейсеновке және Қарашығанақ спорт кешенінің әкімгері Алмагүл Утяповаға табысталды. Аудан әкімінің құттықтау хатымен Батыс Қазақстан облысы бойынша 6-шы спартакиадада күміс алған ардагерлер командасы, пауэрлифтингтен Азия чемпионатының күміс жүлдегерлері Вадим мен Сергей Шуклиндер, самбодан Азия чемпионы Қайрат Шарипов және каратеден Орталық Азия чемпионатының қола жүлдегері Жасмин Жаманова марапатталды. Спорт ардагерлеріне арнайы сыйлықтар үлестірілді. Бүгінгі спорт мерекесі бәріне құтты болсын. Тек спортта жүрген балдарыңыз қуанта берсін. Денсаулық, спортқа жақын болыңдар. Керемет, бүгін жақсы мереке болып жатыр, концерт болып жатыр, марапат алып жатыр. Бәрі жақсы, керемет. Шара барысында облыстық спорт басқармасының басшысы Бағдәулет Сәбитовтың атынан спорт кешенінің әкімгері Ақмоншақ Қажғалиева, сала мамандары Светлана Ахонғалиева, Зарина Кабакаева және жаттықтырушылар Дархан Сапаров пен Айдана Акулова марапатқа ие болды. Және ауған соғыс ардагерлері қоғамдық бірлестігі мен аудандық мәслихат атынан спорттық ұжымдарға құрмет көрсетілді. Сонымен қатар аудан басшылығы жас дарындардың еңбегін ерекше атап өтті. Оларды алдағы үлкен белестерге жігерлендіру, спортқа деген құштарлықтарын арттыру мақсатында бағалы сыйлықтар мен арнайы құрмет грамоталары табыс етілді. Бұл қолдау жас чемпиондардың халықаралық ареналарда көк байрағымызды желбіретуіне үлкен серпін бермек. Мерекелік кеш Бөрлі аудандық демалу орталығы өнерпаздарының орындауындағы рухты әндермен және концерттік бағдарламамен ұласты. Бөрлілік спортшылар алдағы уақытта да ел намысын биік белестерде қорғай бермек. Жарқынбек Шынтай, Азамат Бабақожа, Қарашығанақ телеарнасы.